Балалар, келесі бір видеомыз тағы да бастайық. Бұл жолы енді туындыны интегралды практикада қолдануға байланысты тақырып. Суретте үсті ашық, биіктігі h тікбұрышты бак бейнеленген, қабырғалары 2х, 3х, табандырған баққа көлемі тоң, ал бақтың ішкі бетіне аудан s дейді. S тең мынандай болатынын көрсетті дейді. Енді S-ті қарап отырсақ, ішінде балалар бізде h жоқ, h метр деген жоқ. Яғни бізде h-ты S арқылы өрнектеуіміз керек. Біз өйткені бақтың көлемі 900 метр куб деп тұр. Осыдан біз h-ты тауып алуымыз керекпіз. Логикамыз сондай, түсіндіңіз ғой да? Енді бірінші S-тің өзін тауып көрейікші. Бақтың ішкі бетінің ауданы, яғни ішкі бет деген мынау төртеу табаны ғой. Давайте мынаны 1, 2 деп белгілеп қояйын. Мынау да 1-ге тең білсеңіздер де, мынау да 2-ге тең. Асты ол табаны, S табаны десек. Бізде S1-ден 2, S2-ден 2 и плюс S табаны. Давайте осылай. S1 h көбейтілген 3x. 3xh. Осыдан h көбейтілген 3x ғой. Осыдан бізде 2. Значит, 6 болады. Так, S1 плюс S2. Мына жер бізде 2x көбейтілген h. Осыдан 2 болса 4xh болады. Плюс табаны, енді 2x көбейтілген 3x. 2 3 6x квадрат. Сонда былай болыпты пока 10xh плюс 6x квадрат. Енді h-ты мында h жоқ қой, біз h табамыз, оны көлем арқылы табамыз. Көлем беріп тұр ғой. V тең ABC екен білеміз. Осыдан біз 900, яғни көлем тең ABC ол 3x көбейтілген 2x көбейтілген h. Солай ғой. Осы жерден табатын болсақ, осы жерден h тең 900 бөлінген 326x квадрат. Осыны аламын да мында қоя салам. Мына жерге h-тың орнына тең 10x көбейтілген 900 бөлінген 6x квадрат плюс 6x квадрат тең. Енді x пен 0x квадрат қысқарды. Сосын енді 6-ны қысқартып жүрейік. Давайте 6-ны 9-мен қысқартайын. Бұл жерде 2 қалады, мына жерде 3 қалды. Сосын мынаны қысқартайын, бұл жерде 5 қалды. Сөйтіп есептесек 5 3 15 0 0, яғни 15 0 0 бөлінген x плюс 6x квадрат. Міне балалар, мынаған 3 балл болатын. Мына енді 7 балдық есеп, общий 10 балл. Біз біріншісін көрсеттік, яғни s тең 1000 бөлінген x плюс 6x квадрат екен көрсеттік. Енді осының туындысына s-тің туындысы 0 болғанда бақтың өлшемдерін тапты. Туындысы табылғанда s тең. Алдымен s-ті 1000 тұра берші сан коэффициент қой мына. 1 бөлінген x деген ол x-тің -1 дәрежесі. -1 дәрежесі туындысы ол -1 алдыға түседі. x-тің -1 -2 дәрежесі. Плюс 6 тұрады, x квадрат туындысы 2x. Осыны 0-ге теңестіруіміз керекпіз. Енді мынаны дұрыстап жазып алайық, ол -1000 бөлінген x квадрат плюс 12x тең 0 деген сөз. 12 мынаны жаққа жіберейін. Допустим, 12x тең 1000 бөлінген x квадрат. Сосын 12 мен мынаны 3-ке қысқартамыз ба? Яғни 4, 5. Мына жаққа 4x куб, мынада көбейтіледі, тең 500. Дұрыс деп атырым қойдым да, балалар. 6x квадрат ол 2x, 1000 тұр, мынаны туындысы x-тің -1 дәрежесі, -2, дұрысты, -1000. Тәуел дұрыс келіп жатырмыз орайда, x квадрат. 12x дұрыс, 12x тең дедім, 12 мен мынаны 4 3-ке қысқарттым 4, 3-ке қысқарттым 5, дұрыс, 4x куб тең 500. Дұрыс. Бұдан енді x куб тең 500 бөлінген 4 болады. Енді бұдан x тең 3-ші түбірін астында 500 бөлінген 4.
504 бөлсем енді білесіздер 125 қой деймін да. 125 үшінші дәлдік орнасында ол 5 шығады. 5 шықса, бүтін сан шықса, значит примерно дұрыс деңіз. X тең 5 деген мына туындының шешімі. Енді X тең 5 болатын болса, бактың ұзындығы не болады? Ұзындығы 3x 3 үлесім 15. Ені не болады? Ені 2x ол 10. Биіктігі ол h болған бағана, h метр бізде. 900 бөлінген 6x квадрат, 6 көбейтілген 25. Енді мынаны қысқарттым 2-ке, 3-ке 2 болды, мына жерде 3 болды. 100-ді 25 бөлсем, мына жерде 4 қалады. 4-ім 12 бөлінген пока 2 ма, олай болады, 6 болады. Онда биіктігі 6 болып тұр. Так, бактың өлшемдерін таптық, не ұзындығы ені биіктігін таптық. Екінші рет туындыны пайдаланып немесе басқа әдіспен S-тің берілген жағдайда минимум немесе максимум болатын. S-тің берілген жағдайда минимум немесе максимум болатын анықтаңыз. Енді екінші рет туындыны пайдаланбай қойып, біз жаңағы S', мына тұр ғой бізде графигіміз. S' жазып қойық. Минус 1000 бөлінген x квадрат плюс 12x. Біз білеміз не? Туынды нөлге теңестіргендегі нүкте x тең 5. Бұл бізде кризис нүкте. Таңба плюстен минус өзгеріп келе жатса, функция өсіп келе жатты да, одан кемінде, яғни максимум нүкте деген сөз. Егер таңба керісінше минустан плюске өзгеретін болса, минус деген функцияны кеміп келе жатты, одан өсіп кетті деген. Онда мынау минимум нүктесі деген сөз. Сол таңбасын анықтайық. Осыны пока білмейміз қандай таңба екенін. Енді 5-тің мына жағындағы нүкте. 5-те қандай нүкте бар? 0 допустим, ең оңай 0 бар. Мына жерге x-ін 0-ді қоймайды екен ғой. Ну, допустим, S' 1-ді қоя салайық, 1-ді қойған оңай 1. Минус 1000 плюс 12. Біз да жарға есептемей қойып, таңбасы минус екен білеміз мына жақта. И 5-тен кейінгі нүктені көрейік. 5-тен кейін, допустим, 10. S' 10. Минус 1000 бөлінген 100 ол минус 15. Дұрыс па? 10-ды қойсам. 1000 бөлінген 100 минус 15 плюс 120. Бұл жоң. Туындың таңбасы минустан плюске өсіп кел жатты да, функция кеміп кел жатты өсіп кетті. Яғни x тең 5 дегеніміз ол минимум нүктесі. Яғни S от 5 ол минимум мәні. Яғни ұзындығы ені биіктігі осындай болған кезде, мына біреуге бізге S дегеніміз осындай коробканы жасауға кететін ауданның қаңылтыры болсын. Соның ең минимумы осындай да болады деген сөз. Минимум немесе максимум болғандықтан біздің жауабымыз ол S-тен 5 ол минимум. Өйткені S' таңбасын не жатып қойсын, минустан плюске өзгертті. Осылай да. Енді екінші рет туынды пайдалануға болады, конечно, екінші рет туынды алып, оның таңбасын анықтай салуға болады, бірақ енді біз осы әдіспен шештік.